Assalamu alaikum, hörmətli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustun 23-i Cuma günü. Biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Ukraynada devlet bayragı konu bu bayram 2004 senesi tayin etildi. Mavi sarı renkli bayraqni kanuni seviyede yuqarı Rada 1992 senesi yanvar ayında tasdiqladi. Ama Ukrayna uğrunda kureş sıfatı olarak bundan da çok yıl evvel oldu. İlk sefer bayraq 1848 senesi Lviv ratuşası üzerinde kotarılıp yelperetildi. Mavi sarı bayraq Ukrayna Halk Cumhuriyeti, Ukrayna Devleti, Karpatska Ukrayna'nın devlet timsali edi. Şuralar Birliği tarafında işgal vaktinde ise mavi sarı bayraq için hatta hapishanege 2 yılga düşmek mümkün edi. Кремльнің саяси мобюслеріні Украинада яқаланылған Русия ватандашларына дені шувнен бағлы ilk нәтижелер яқын күнлерді белі олмақ керек. Бұл вақытта Украина президенті Володимир Зеленский білдірді. Украина омбудсмені Людмила Денисова енді Москвада болуна, оның меслегдеші Татьяна Москалькова есе Киевге келіп шықты. Русияның РБК шirketi мен баларға атфы етіп, Киеве Москва 33-ке денішмеге алашқанлары ақында білдірді. Жедвелінің сон шеклі белі дегіл. Кеченлерді Русиялерінің адвокаты Валентин Рыбин Украинада апиш жазасына махкум етілген 4 Русия ватандашыны денештірежеклер де білдірді. Августның 20-сында есе Москваның Лефортово тақиқат тевқифханасында 5 Украин саяси мобюсы болынғаны ақында малюмат таздықланылды. Оларны Русияның башқа жазаханелерінден кетіргенлер. Сөз Володимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Николай Карпюк ве Роман Сущенко аққанда кеті. Русияның işgalci башлықлары вақтынча işgal етілген Донбассның бөлгелерінде ве Қырымда дин сәрбестлігіні қабат арзда боза. Бұл вақта Бірлешкен Миллетлер Тешкилатындаки Украина мәселелері вақтынча векілетлесі Юрий Ветренко селялы чатышма шартларында дин азлықларының қоруы ақындаки телекөсізлік шорасының топлашуында білдірді. Оның айтқанына көре Кремль Москва патриархылығындан ғайры эпосы конфессияларының темселжелеріні тақип еті. Ветренко ешғал башлықларының мұсылман қырымдытарларға қаршы бұйық үжімлері бір чоқ қабатсыз кішілерінің тұтып алынмасына кетіргеніні қайдетті. Украина Русиядан дин айрымыны тоқтатмаға ве инсан ақларыны ғайрыдан тіклемеге талап еті. Украинаның келечегі харитада фломастернен мемлекетні 5 жылдан сон тасвир эт акциясы 25 шерді олып кечті. Киевнің мерkezінде келген кечкенлер ось беклевлеріні ве арзуларыны япты. Барышық, абаданлық тимсаллері мемлекетнің инкешафы. 5 жылдан сон нелер амелге керчеклешкеніні бақмақ үшін япылған хариталарны тешкелетчілар ерлі музейлерді сақлап тұтачақлар. Акция iştirakçilері нелер тасвир еткенлерінден ғайры, да бұның оғырында нелер япмаға азыр олғанларыны да айтып берділер. Я намалювала дуже багато пшениці. Мен чоқ бұғыдайны тасвир еттім. Бұ берекеттір мен абаданлық, барышық, севгі үрметні көрем. Ве мен бұны әм тілейім, әмді бұна яқынлашқанымызға да инанам. Намалювала миру, достатку. Барышық ве берекет тілегіні яптым. Балабан арифлернен мұстақылық сөзіні яздым. Дайыма тынчылық, аманлық олғаныны істейім. Аналар ағыламасын, қоранталар раат яшағанларыны істейім. Після того, як вони малюють свої побажання або думки, 5 жылдан сон Украинаның насыл етіп көргенлеріні тасвир еткен сон біз оларға бұның оғырында не yapmaға азырыз. Кибі суал береміз. Кез барышық чечеклену в берекет тілейлер. Әрекетлері ақында суал бергенімді есе бір оғлан өз ватаны оғырында күрешмеге азыр олғаныны айта. Бір қыз чалышып озыны дыныштырмеге азыр олғаныны айтты. Полонияда Украина байрағынен фоторесім яп флешмоб кечірілі. Байрамы на себеті иле Варшавада Украина елчілігінің темселжілері Тарас Шевченко бедесі янында топлашты. Украина язычысының бойнуна байрақны сарып, олар мавы сары темсалнен фоторесім япты. Цього разу ми вирішили зробити
Бу сефер байрағымыздың фоторесімні Шевченко бедесінен япмаға қарар алдық. Варшавада бу украинлер муим байрамлар мұнасебеті еле топланған ердір. Башқа адамларының диққатыны желп етмек үшін байрақны абиде үстінде қалдырдық. О мұнда мұстақилық күнінде де олacak. О Украин байрағы Украин девлеті аққында хатırlatуыдыр. Президент офисы янында гонолелер шурасы тәшкіл етіліп, оларның меселелері векелетлесі тейінленілежек. Бұл вақытта президент Володимир Зеленский екенже халқара ветеранлар гонолелер форумында чықышта бұлунаркен білдірді. Гонолелер шурасы Донбастаки женкінің ветеранлары ве гонолелер әркүн қаршылашқан меселелерінен оғырашаджақ. Шу жүмледен тибби теминаты чтимай уғынлашыв топрақ ве ер алуы. Бұның Илья Зеленский эпосы кереклі қанулар қабул етілежек. Профиль назерлік ісе өзешіні девам етежек деп инандырды. Министерству у справах ветеранів ніхто... Ветеранлар меселелері назерлігіні іч бір кімсе дағытмайжақ. Бұл ошеклер вес ақты малюмат. Анда керчектен де проблемлер бар, оларны чезмеге керек. Бұның илесізден намзетіні беклейім. Озым салемаға істеймейім. Ми маємо майже 372 тисячі ветеранів російсько-української війни. Русия Украина женкінің аман-аман 370 эке ветеранымыз бар. Бұл мұстақилігіміз, топрақларымыз оғырындаки көреш. Дорт бендензиеде кеші әләк олды. Пек чоқ яраланды, бұл адамлар ақында не қадар ел девамында қайғыра жағымызны біле білмейім. Женк девамыты бұл да сұны дегіл. Үрметлі сәрделері бұда қақаға бұл сонки хаберіміз еді да чоқ хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар күрескенде.